кішкене сызықша, емле белгісі. Дефис сөзі латынның дефисио бөлу және неміс тіліндегі дефис тире сөздерінен алынған ұғым. Дефис орфографиялық, ал сызықша пунктуациялық таңбаға жатады. Сондықтан дефис келген жерде кідіріс жасалмайды. Бұл оның сызықшадан ажыратылатын басты белгісі. Екіншіден, дефис сызықша секілді сөйлемнің мазмұнына еш әсер етпейді. Үшіншіден, шартты түрде алғанда дефис сызықшадан қысқаша болады. Дефис арқылы қандай сөздер жазылады? Ең бастысы қосарлама және қайталама қос сөздер жазылады. Мысалы, ата-ана, ауыл-аймақ, қайта-қайта, туған-туыс, шоқ-шоқ деген сөздерді айтуға болады. Сонымен қатар атақ, дәреже, мамандық атауларында дефис қойылады. Мысалы, вице-президент, премьер-министр деген сөздерді айтамыз. Сонымен қатар қосарлы айқындауыштарда да дефис қойылады. Мысалы, батыр, ұшқыш, мектеп, интернат, телефон, автомат. Реттік сан есімдерді цифрмен жазған кезде де дефис қойылады. Мысалы, 55-ші үй, 85-ші пәтер, 6-шы сынып деген сөздерді келтіруге болады. Және де ақ, ай, ау, ды, ді, ты, ті, мыс, ніс демеулік шылауларынан бұрын дефис қойылады. Мысалы, келіптіміз, айтадақ, сенақ, сәулемау, қалқамай. Ескерту. Рим цифрларынан кейін дефис қойылмайды. Мысалы, 3-ші том, 4-ші курс. Сонымен қатар жыл, ай, ғасыр, күннің ретін білдіретін сан есімдер араб цифрымен берілсе дефис қойылмайды. Мысалы, 16-шы наурыз 2020 жыл.